Саламатсыздарбы балар, математика пәні 92-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер. Сендер бұл сабақта шамалар, заттың бағасы, саны, құны арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруды үйренетін болсыңдар. Бірінші есепті шығар. Ардақ бағасы 9 теңге тұратын 3 шар сатып алды. Ол осы сатып алған заттарына неше теңге төледі? Енді қараймыз балар. Сызбаға қараймыз. Мінекей қандар. 3 шар. 1, 2, 3 шар. Енді әрқайсысы 9 теңге. Барлығы неше теңге төленгенін білу үшін біз әлбетте 9-ға 3-ті көбейттік. 27 теңге жауабы 3 шарға 27 теңге төледі. Енді заттың құнын табу үшін заттың бағасын санына көбейтеді екенбіз. Келесі. Екінші есеп, Ардақтың 27 теңгесі бар еді. Ол осы ақшаға 9 теңгелік неше шар сатып алады. Қараймыз, сызба қараймыз. Мінекей 27 теңгесі бар. Енді осы ақшаға Ардақ қанша шар сатып алатынын білу үшін біз 27-ні 9-ға бөлеміз. 3 шар, жауабы 3 шар сатып алады. Заттың санын табу үшін заттың құнын бағасына бөледі екенбіз балалар. Үшінші есепке қараймыз. Ардақ бірдей бағамен 3 шар сатып алды. Ол сатушыға 27 теңге төледі. Бір шар неше теңге тұрады? Сызбаға қараймыз. 27 теңге төледі. Және 3 шар сатып алды. Енді бұл бір шар неше теңге тұратынын білу үшін біз не істедік? Барлық ақша төленген бағаны бір шардың бағасына бөлдік. 3 шардың бағасына бөлдік. Сонда бізде бір шардың бағасы шықты. Енді 27-ге 3-ті бөлсек 9 теңге, яғни бұл бізде бір шар 9 теңге тұрады екен. Енді сөйлемді толықтыр, қараңдар. Заттың бағасын табу үшін заттың құнын санына бөледі екенбіз. Шамалардың белгісіз мәндерін тап дейді. Дәптер, сызғыш, ұштағыш. Дәптердің бағасы 30 теңге екен, саны 3, құнын табу үшін көбейтеміз, яғни 90 теңге. Сызғыштың бағасы белгісіз, саны белгілі, құны белгілі. Құнын санына бөлеміз. 100 теңге, бағасы бір сызғыш 100 теңге тұрады екен. Келесі, ұштағыш А теңге, саны белгісіз. Құнын 600 теңге, яғни құнын бағасына бөлеміз. 600 бөлінген А ұштағыш сатып алды. Келесі балалар, тиісті амалдар таңбасын қой дейді. Бізде қараймыз. 3, 4 артық 10-нан дейді. Яғни мынау 10, 10-нан үлкен сандар. Ендеше біз қоспаймыз, көбейтеміз. Көбейтеміз. 3-ке 4-тің көбейтінісі 12, 12 артық 10-нан. 10, 2 және 5. Тең болу үшін, екі амалдың екі жағда тең болу үшін біз не істейміз? Көбейтпейміз, бөлеміз. Бөлеміз. 10-ға 2-нің бөлінісі 5, 5 тең 5-ке. 36, 9 артық кем 5-тен. Ендеше кем деп тұрса, онда көбейтпейміз, біз балалар, бөледі екенбіз. 36-ға 9-ның бөлінісі 4, 4 кем 5-тен. 32, 1 тең 32. Ендеше біз айттық, кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Ендеше көбейтеміз. Келесі. А, 1 артық А көбейті 1-ден. Онда біз қосады екенбіз. Кез келген санға қосқаннан артық болады. Көбейткеннен қосқан артық болады екен. Келесі. Б, А, Б. Қандай жағдайда тең болады? Дұрыс айтасыңдар. Көбейткен жағдайда көбейтеміз. Жарайсыңдар балар. Келесі 9. Анам әрқайсысы 2-3 теңге тұратын 4 кәдесей сатып алды. Анам осы кәдесейларды неше теңгеге сатып алды? Ал сосын кересеп құрастырыңдар дейді. Шартын жазамыз. 1 кәдесей 2-3 теңге, 4 кәдесей белгісіз. Енді 4 кәдесейдің бағасын білу үшін біз 1 кәдесейдің бағасына көбейтеміз. Яғни
800 теңге, 4 кәдесиді 800 теңгеге сатып алды. Енді кересеп. 4 кәдесидің біз білдік 800 теңге тұратын. Енді 1 кәдесиді қанша тұратын білу үшін біз не істейміз? 800-ді 4-ке бөлеміз. Яғни 1 кәдеси 200 теңге тұрады екен балалар. Теңгелерді шеш дейді. X қосылған, жақша ашылған 37, қосылған 44, жақша жабылған тең 92. Бұл теңдеуде біз алдымен жақшаны үшін орындаймыз. X қосылған 37-ге 44-тің қосындысы 81 тең 91. Енді біз X-ті табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 92-ден 81-дің айырмасы 11 болады. Біз белгісіз санды таптық, ендеше орнына қойып шығарамыз. 11 қосылған жақшаның ішінде 37 қосылған 44 тең 92, 92 тең 92. S бөлінген 4 тең 9. Біз белгісіз санды табу үшін не істейміз? Көбейтеміз. 9-ға 4-тің көбейтіндісі 36. Мінекей. S табылды. Орнына қоямыз. 36 бөлінген 4 тең 9, 9 тең 9. 8-ші есеп, есептің шешуін жаз. Ағам 900 теңгеге бірнеше кітап сатып алды. Егер бір кітап А теңге тұрса, онда ағам неше кітап сатып алды? Бір кітап А теңге дейді. 900 теңгеге неше кітап сатып алды? 900 теңгені бөлеміз бір кітап санына. Яғни 900 бөлінген А. Жауап ағам 900 бөлінген А кітап сатып алды. Көкөністердің құнын анықта дейді. Балар қараймыз. Орам жапырақ бізде 200 теңге екен, сәбіз 200 теңге, баклажан 200 теңге, қызылша 700 теңге. Оны біз қайдан білдік? 900-ден азайтамыз. 900-ден азайтамыз 200 теңгені. Сонда 700 теңге шықты. 900 құны 900 теңге дейді. Құны 900 теңге. 200 қосылған 700 тең 900. Енді сәбіз бен қызылшаның құнын табу үшін, сәбіз бен қызылшаның құны 900 теңге екенін, сәбіз бен қызылшаның құны 900 теңге екенін білдік. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.